Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода чертополохтың қалай жасалуын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздерге барлығын түсінікті етіп, көрсетіп айтатын боламын. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Ең алдымен бізге қызанақтар қажет болады. Мен екі түрлі қызанақты таңдадым. Осындай домалақ және де сопақ түрінен. Енді сіздер өз қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады. Келесі бізге осындай ащы бұрыш қажет болады. Және де осылай чесноктарды мұздай суға араларын ашып салып қоямыз. Сол кезде өте жақсы ашылатын болады. Және де қалауыңыз бойынша укроп, зеленді қоссаңыздар да болады. Енді біздегі чесноктарымызды ашимыз. Осылай суға салған кезде біздің чесноктарымыз өте оңай әрі тез ашылатын болады. Міне қарасаңыздар, дәл осылайынан барлығын ашып дайындаймыз. Міне чесноктарымыздың барлығын ашып дайындап алдық. Мен қызанақты 10 килограмдай сатып алдым. Міне осылай бірінші сопақ түрлерін дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 бөлікке бөліп кесіп аламыз. Сіздердің ет тартқыштарыңызға сиятындай етіп кессеңіздер болады. Бұдан дәу етіп немесе кішкентай етіп өз қалауыңыз бойынша турасаңыздар болады. Мынандай аппақ жерін алып тастаймыз, ол бізге қажет емес. Енді ет тартқыштан видеода көріп тұрғандарыңыздай қызанақтарымызды өткізіп аламыз. Және де чесноктарымызды да арасында осылайынан өткіземіз. Келесі ащы бұрыштан осындайдан 5 данасын қостым. Яғни 10 килограмм қызанаққа 5 дана ащы қоссаңыздар болады. Енді сіздер ащыны қатты жақсы көрсеңіздер, тағы да 2 данадай қоса берсеңіздер болады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Келесі біз енді ауылды жерде тұрғандықтан хренді егеміз. Соның тамырын қазір ғана қазып алып келдім. Жақсылап ашып, тазалап, бұны да ет тартқыштан өткіземіз. Бұл бізде чертополохтың ашып кетпеуіне көмектеседі. Егер сіздер базардан таппасаңыздар, ол қосу міндетті емес. Енді осылай петрушкаларымызды сабақтарын кесіп алып тастаймыз. Бұлар бізге қажет емес. Тек жапырақтарын майдалап турап осы чертополохқа қосатын боламыз. Егер зелен укроп қоспаймын десеңіздер, ол өз қалауларыңыз бойынша, бірақ мен осылай жасаған маған ұнайды. Әрі дәмі де енді керемет болып шығады. Укропты білесіздер, керемет иісінде, дәмінде бір ерекше беріп тұрады. Сол себептен мен осылайынан қосамын. Міне осылайынан майдалап турап чертополохқа қосамыз. Сіздер де міндетті түрде осылайынан дайындап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Келесі осындай аспирин таблеткасынан 10 дана қосамыз. 10 килограмм қызанаққа 10 дана қоссаңыздар жеткілікті. Яғни 1 литрге 1 таблетка деп есептесеңіздер де болады. Енді бұл аспириннің бізге ешқандай да зияны жоқ. Керісінше чертополохты атылмай және де андай ашып кетпеуіне көмектеседі. Келесі 5 ас қасықтай тұз саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Біздегі тұз және де аспирин таблеткасы еріп кеткенше жақсылап араластырамыз. Енді бетін жауып 1 түнге қалдырып қоямыз. Міне бізде 1 түн тұрды. Енді ашып қараймыз. Міне қарасаңыздар, ешқандай да өзгермеген, андай көпіршіп ашмаған. Міне қарасаңыздар, әдемі қою болып шықты. Жақсылап араластырып, осылай баклажкаларымызды алдын ала жуып тазалап қоямыз. Және де баклажкаларымызға осы чертополохымызды құйып шығамыз. Құрметті достар, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген банкі жабу әдістерімен бөлісетін боламын. Сіздерге бір өтінішім, видео ұнаса астына пікірлеріңізді қалдырып,
және де лайк басып менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне достар, біз барлығын баклажкаға құйып шықтық. Менде осы 10 килограмм қызанақтан 8,5-9 литрдей тертапалақ шықты. Енді менде соңғы баклажка толмай қалды. Біз кеше шыдай алмай ет асқан болатынбыз. Сол кезде шамалы бір кесесін құйып дастарханға ұсынған болатынмын. Маған және де жақындарыма өте қатты ұнады дәмі. Барлығы мақтап жатыр. Міне достар, сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді осыны салқын жерде, кәдімгі кухняда, сондай жерде де сақтасаңыздар болады. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше достар.